Бүгін 11 қараша. Мынау умми котелді кеше әбетке таман 11:30-да қосқан болатынбыз. Ішіне осындай 12 шелектей кетті көмір осындай шелектен. Түнмен жақсы жылытты, градус ұстап тұрды. Қазіргі ішінде температура 60 градуста тұр. Қазір 59 секундта қосылу керек вентилятор. Енді ақылды пеш болғаннан кейін өзі өшіп қосылып отырады. Отты өзі өшіп жағып отырады. Группа безопасность және насос бәрі жұмыс істеп тұр. Кеше мына жерге көшет тыйып шыққан болатынбыз. Бұл көшеттер естеріңізде болса арнайы жарық шамдармен үйде өсірілген болатын. 3-4 құлаққа дейін өсіріп алдық та кейін неге дейін осы жылыжайға әкеліп қойдық. Себебі егердің алдында күннің көзіне үйретіп алу керек, стресс алып қалмау керек, ожог болмау керек. Сол үшін жылыжайға шығарып қойған болатынбыз. Мінекей, насос қосылды. 59-та уже 1 градус төмен түскен кезде барып қосылады. Отопленияның істеу уақыты кішкене созылып кетті. Системалар дұрыс болмады, қайтадан турладық дегендей қателіктерін. Жалпы 12-14 күнге созылды отопление істеу уақыты. Сондықтан мынау көшетімізді өсіріп алдық бойын. Енді жаман емес, көшеттер жақсы, жалпы үстері жағдайы бәрі жақсы. Мінекей, әлі суарылған жоқ. Қазір құдай қаласа су құйып шығатын боламыз. Түбіне жағы дәрілерді қосып, содан кейін ары қарай уже тамақтарын бере бастаймыз. Тек бір қатардан ғана ектік, себебі алдымыз қыс болғандықтан мынау фотосинтез аз болады, және қыс айларында мынау көшкілерді қатты ашамағандықтан ауа айналымы қиын болады. Сондықтан ауру түсе бермесін деп осындай бір қатардан егіп шықтық. Жағдайлары жаман емес. Термос тартып шықтық. Екінші слой пленка, яғни түнмен жақсы жылуын ұстап тұрды. Мынау трубалар жақсы ыстық болды. Қазір қол ұстатпайтын есіп тұр. Обраткасы кішкене нелеу болады. Қатты ыстық болмайды. Сыйлы енді бұл да, бірақ төбесіндей қатар трубалар сияқты болмайды да. Құдай қаласа көреміз, отоплениеміз жақсы жұмыс жасайды деп ойлаймыз. Қыста құдай қаласа қияр шығару әрекет жасаймыз. Жалпы бұл биылғы жылдың осы жылыжайдың ішіндегі 4-ші өнім болып есептеледі. Естеріңізде болса, мынау ерте көктемде корейский сорт құлқына еккен болатынбыз. Соның өнімін алып тердік. Ол бірінші өнім болып есептеледі осы жылыжайдың ішінде. Одан кейін арасына қияр ектік, қиярды теріп алдық көктемгі оборотымызды. Одан кейін қайтадан бұзып, қайтадан қияр ектік. Оны кеше қазан айының орталарына аяқтадық. Онда көріп жүрдіңіздер, видеосын салып отырған парақшаларыма. Енді бұл 4-ші өнімнің әрекеті болып жатыр бұл жерде. Құдай қаласа, Алла сәтін салса, бәрі отопление ғой, бұл жерде әңгіме бар. Отопление жақсы жылытып тұрса, градусын ұстап, құдай қаласа, жаңа жылға дейін осы қиярдан өнім алатын боламыз. Яғни бұл бір алқаптан, бір жылыжайдан жылына 4 рет өнім алудың әрекеті болады. Құдай қаласа, осындай шағында болса, осындай жылыжай кәсібімен айналысыңыздар есік алда. Жылыжай салып есік алға. Осы жерден 1-2 миллион теңгемізді тауып жүрміз. Алла істеп жатқан кәсібіңізге, диқаншылығыңызға береке берсін.